Енді толық адам. Жүректі адам деген қандай адам дейді да абай? Қандай адам жүректі адам? Жүректі адам қандай дегенде абай айтады. Қазіргі қазақтың жүректі деп жүргені ол қасқа жүректі дегені дейді. Қазақта бұрын жүрек деген сөз тек қандай мағынада пайдаланды? Батыр, ешкімнен қорықпайтын, жүрегінде түгі бар, жүрегінде қылы бар. Ана Ақтанберді айтады ғой. Балпаң, балпаң басарсың, балпаң, балпаң басарсың, басуға балтыр шыдаса. Батырмын деп кім айтпас, баруға жүрек шыдаса. Міне қазақтың бұрынғы түсінігі жүректі адам тек қана батыр еді ғой. Абай айтады, жоқ дейді, бұл енді жарамайды дейді. Қазақ жүректің қасиетін білмей отыр дейді. Жүректі адам деген кім дейді? Жүректі адам дегеніміз дейді қазіргі мағынасында. Айтқанға көнгіш. Кейбір адамдар мысалы көнбейді айтқанға. Біліп тұр, бірақ көнбейді. Неге? Өйткені бойында не бар? Сасық бектік бар. Сен де Құдайдың пендесі, мен де Құдайдың пендесі, мен неге сені тыңдауым керек? Ол жүрегі жоқ адам сөйтеді екен ғой. Жүректі адам, яғни ақылы бар адам деген сөз ғой. Жүректегі ақыл ғой енді. Ол айтқанға көнеді екен. Тіпті 7 жасар бала айтса да, ақылға қонатын сөз айтса да, көне көру екен. Сөз бе? Сонда қазақ айтады, 70 жасар дананы тыңда, 70 жасар дана болмаса, 7 жасар баланы тыңда дейді. А біз дейміз ғой, ей, кішкентай бір жас бала бізге ақыл айтса, ей, сен кімсің ей? 5-тен белің шықпай жатып маған ақыл айтатын. Мысалы, үлкен адам ақыл айтшы, тыңдамайды. Неге? Өйткені нәпсі өсіп кеткен. Нәпсі табақтай. Сонда Машһүр Жүсіп атамыз айтады ғой. Жетекшіл деген ұғым бар. Жетекшіл деген екі мағынада бар. Жақсы мағынасында, жаман мағынасында. Жетекшіл. Жетекшіл деп кімді айтады? Жетекшіл деп кімді айтады? Жетекшіл. Жақсы мағынасында жетекшіл деп ақылға қонымды сөз айтқан адамның артынан ойланбай еретін адамды жетекшіл дейді екен. Бұл жақсы мағынасында. Яғни ақылға қонымды ақиқат нәрсені айтып отырған адамның артынан ере білу. Жақсы ғой, соны жетекшіл дейді екен қазақ. Жетекшіл. Яғни шіл деген жұрнақ жақсы көреді деген мағынаны береді екен. Жетекшіл жетекті жақсы көреді. Шыншыл шындықты жақсы көреді. Ұлтшыл ұлтты жақсы көреді. Сонда жетекшіл. 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 Яғни жетекті жақсы көреді. Сонда қазақ айтады, қараңыздар. Жетекшілдің қасиеті қандай? Қазақтың мақалы бар екен. Өзің жетекшіл болсаң, саған ақыл не керек дейді. Яғни жетекшіл адам, яғни біреудің ақылға қонымды, мақұл сөзін тыңдай білген адам өзі ойланып та қалған қажет жоқ дейді. Неге? Соның өзі жетеді дейді саған. Сонда жетекшілдік кімнен үйрену керек дейді. Сонда Машһүр айтады, жетекшіл болуды түйеден үйрену керек дейді. Түйеден. Түйе дейді, жануарлардың ішіндегі ең зоры дейді. Рас па? Бірақ дейді, бұйдасын тышқанның құйрығынан байласаң да еріп жүре береді дейді. Яғни түйе деп нәпсін айтып отыр ғой, түйе. Мысалы, 70-ге келдің, 80-ге келдің. 80-ге келдің, бірақ түйір ақыл жоқ адамдар бар. Ол өзінің жаңағы 70-ге келгенін бұлдайды. 80-ге келгенін бұлдайды, сөз бе? Жоқ дейді. Олай болмау керек дейді. Егер сенің ақылың жетпей тұрған нәрсеге сен 70-те болсаң да 7 жасар бала айтса, соңынан еруің керек сен. Неге? Оның сөзі өткен ақылды. Иә. Ақыл жалпы қайдан шығады ақыл? Ақыл қайдан шығады? Жүректен. Ақыл қайдан шығады? Қазақ не дейді? Ақыл қайдан шығады? Ақыл баладан. Ақыл жастан. Ақыл жастан дейді ме? Жастан шығар. Ақыл қайдан шығады? Қазақтың мақалы бар. Ақыл жастан бала. Жоқ, оны жастардың бір ақылды оқытушы еді ғой. Ақыл көп көрген, көп оқыған кісіден шығатын шығар. Жүректен шығатын бар.
жүректен шығады деп. Ой, аға. Кім? Бәрекелді, ду қол шапалақ. Ақыл бастан шығады. Бастан, міне. Баста миы бар ғой. Дұрыс па? Сонда қазақты қазіргі кезде батасы бар. Жамбылдың жасын берсін, Абайдың басын берсін дейді. Түсіністір ме? Сонда қазақта не дейді қазақ? Оригинал мақалдың. Ақыл бастан шығады, асыл тастан шығады дейді. Түсінесіз бе? Ал енді жасқа байланысты тағы бір мақал бар. Жасқа байланысты енді. Өнер жастан шығады дейді. Өнер, сөз, искусство. Білім жастан шығады. Өйткені Марк Твен айтқан ғой, старую собаку новым штукам не научишь дейді. Уже қартайып қалған ең адам өнер үйрете алмайсың ғой. Рас па? Мысалы 80-дегі адамға өнер үйрету қиын. Сонда өнер жастан шығады. Бірақ ақыл бастан шығады. Сонда мына кімнің несі бар ғой? Керемет бір батасы бар. Қуатты. Асан Қайғының. Би дейді Асан Қайғы. Ұлдарың басты болсын дейді. Сонда не бар батасы? Ұлдарың басты болсын, қыздарың шашты болсын. Өйткені шаш бүкіл қыздың бүкіл қасиеті шашында екен ғой. Мәшһүр айтады, қандай да бір қыз бала немесе әйел заты шашына ие болса дейді, шашына ие болса, 5 уақыт намаз оқығанның сауабында сауап болады дейді. Өте не дейді? Ол маңызды дейді. Неге? Өйткені шашына ие болмаған әйелден дұрыс бала тумайды дейді. Неге? Өйткені шаш ол ана энергетиканы қабылдайтын проводник екен ғой. Ауадағы бүкіл жаман ой, жаман информацияны шаш қабылдап отырады. Қазақ неге әйелді шашын жабады? Жаман ойдан сақтану үшін. Шашы жабық әйелден ғана рухани мықты бала туады дейді. Бізге мысалы орыстардың өзінде бар екен ғой сондай. Орыстардың мысалы дәстүрлі мәдениеттің бәрінде әйел адам басын жауып жүрген. Мысалы орыстар айтады, опростоволосился дейді. Опростоволосился не деген мағынасы не? Не мағынасы? Опростоволосился дегеніміз ұятқа қалды деген сөз. Просто волос дегеніміз шаш ашылып қалды. Тура мағынасында. Ауыспалы мағынасында нені меңзеп тұр? Ұятқа қалды. Опростоволосился дейді. Сонда орыстардың өздері дәстүрлі мәдениеттеп шашын жауып жүрген. Порохова келді бір күні бізге, марқұм болып кетті ғой, орыс әйелі Құранда аударған, сол айтты ғой. Батыста королевалар, фройлендер, принцессалардың бәрі шаштары жабық дейді. Олар шляпа киеді дейді. Біреу өзін дейді сыйлайтын әйел жалаңбас жүрмейді дейді қысқасы. Сонда қазақ жаңағы айтып отқан сол. Ұлдарың басты болсын, қыздарың шашты болсын. Мысалы біреулер шашын кеседі. Шашын кеседі де не кеседі? Ол шашын кесу арқылы нені кесіп жатыр? Өзінің бағын, қасиетін кесіп жатыр ғой. Неге? Өйткені қыздың бүкіл байлығы, бүкіл қасиеті шашында тұр ғой. Бұрымында тұр. Сонда қазақ айтады, ұлдарың басты болсын, қыздарың шашты болсын. Азаматың атты болсын дейді. Атты деген не деген сөз? Атты болсын. Не деген сөз атты болсын? Елдің қамын ойласын деген сөз. Өйткені ат жалын тартып азамат болды дейді. Сонда атты деген сөз елдің қамын ойлауға қабілеті жететін адам деген сөз ғой. Атты болсын. Өйткені аты жоқ адам, яғни атқа мінбеген адам атқа мінер дейді ғой. Елдің қамын ойлайды. Сен егер сен атқа мінбесең, сенің атың да жоқ, сен ешкім емессің деген сөз. Сонда адамның өмірдегі құндылығы атқа міну. Осыдан кеп атқа ие болу, атаққа ие болу. Сөз атақ. Махамбет айтады ғой. Еліңе тентек атанбай, қасарысқан қарындасқа қанды көбік жұтқызбай дейді. Үйде жатқан жігітке төбеден атақ келе ме дейді? Келмейді. Сонда Асан Қайғының батасы қандай? Ұлдарың басты болсын, қыздарың шашты болсын, азаматың атты болсын.
қыздарының емшегі найза тесіп өте алмайтын қатты болсын дейді. Не деген мағына? Пәк болсын деген сөз. Қатындарың қанды келсін, қара бура санды келсін дейді. Қанды деген не деген сөз? Тура мағынасында қаны толық болсын, анемия болмасын деп тұр. Здоровье, денсаулық. Екінші, қанды тектілік. Қаны терең болсын деп тұр. Ана. Және дене мүшесі сау болсын деп тұр. Қараңыздар, қандай бата? Қатындарың қанды келсін, қара бура санды келсін дейді. Міне сонда жетекшіл болу керек екен. Жетекшіл деген не? Біреудің айтқанына көне білу. Өзің ақылың жетпей тұрса да біреудің ақылына көну. Сонда баяғыда сіздер білесіздер ғой, Абылай ханның қолына бір қалмақ түсіп қалады. Жоңғар, тұтқынға. Сонда Абылай айтады екен: мен естімеген, мен білмеген бір қарғыс айтсаң, сені жіберем деген ғой. Сонда адам қалмақ айтыпты ғой: өзің білме, білген тілін алма депті. Сонда Абылай айтты ғой: Құдай сақтай көр, сақтай көр, мен ұрпағыма тек кетпес екен, бұдан артық қарғыс болмайды депті. Азатсың деп ананы босатқан екен. Сонда қарғыстың ең жаман осы екен ғой: өзің білме, білген тілін алма дейді. Абай айтады: адамнан мал артық дейді. Мал артық неге? Мал білмейді дейді. Білем деп таласпайды дейді. Адам білмейді, надан білмейді. Білем деп таласқанда дейді, бой бермей, мынау күре тамырға адырайып кетеді дейді. Сонда баяғыда бір хакім ыза болған ғой. Өзінің сөзін түсінбейтін адамдарға ыза болғанда айтып дейді бір хакім: өзің сөзің түсінбейтін адамдарға сөз айтқаннан гөрі өзіңді танитын шошқа баққан жақсы деп айтты дейді. Міне сонда ақылдың элементарна ақылды адам, сен өзің жете алмасаң да осыған, білген адам соңынан ере білу керек екен. Сонда қазақ айтады: жетекшіл болсаң, саған ақыл не керек дейді. Сонда қазақтың мақалы осыны былай бекітеді. Қазақ айтады, бидеп бекітеді: қолынан келсе дейді, қолынан келсе ақылмен өмір сүр дейді. Ақылмен өмір сүр. Ақылмен өмір сүруге қолынан келмесе, ең құрмаса нақылмен өмір сүр дейді. Нақыл не деген сөз? Дайын білімдер жүйесі. Міне жетекшіл. Сонда енді бұл ақыл адамға әртүрлі, мысалы ақыл бар ғой, ол мысалы сіздер білесіздер, ақыл адамға әртүрлі беріледі екен негізінен. Барлық адамға бірдей ақыл берілмейді екен, Құдайдан. Негізінен бұл Құдайдан берілгенде дейді, мәшһүр айтады, ақыл адамға әртүрлі береді дейді. Мысалы дейді, адамға дейді кейде бір адамға Құдай тағала қандай ақыл береді дейді. Тарыдай дейді. Тарыдай ақыл береді дейді. Тары бар ғой, кішкентай ғана тары. Тары. Бір адамға Құдай тағала тарыдай ақыл береді дейді. Біреуге дорбадай ақыл береді дейді. Дорбадай. Біреуге бірден таудай, мынау не? Арбадай ақыл береді дейді. Міне қараңыздар, біреуге Алла тағала тарыдай ақыл береді, біреуге дорбадай ақыл береді, біреуге арбадай ақыл береді. Бірақ дейді, мәшһүр айтады, сол тарыдай ақылдың өзі дейді, иесін қоршылықтан құтқарады дейді. Қоршылықтан, қорлықтан, азаптан. Жүрсіз бе? Сонда қазақ бір адамға ренжігенде айтады дейді, бұл шіркіннің тарыдай ақыл жоқ деп. Түсінесіз бе? Мысалы, көп қазақтың жігіттері базарда тәшке сүйрейді.
мысал тәшке сүйрейді. Айтсам енді ауыр тиеді, бірақ енді тәшкені негізінен кім сүйрейді? Кім сүйрей алады? Есек сүйрей алады, сөзсіз бе? Сонда базарда тәшке сүйреп жүрген адамның тарыдай ақылы жоқ, сөзсіз бе? Егер ол тарыдай ақылы болса, тәшке сүйремес еді. Кеше Қармақшы ауданына барып келдім, сонда жігіттер келеді екен, жұмыс сұрап әкімге. Білесіз бе? Сосын ана жұмысқа бар, мына жұмысқа бар, заводқа бар, кірпіш заводына бар десе, ана жігіттер айтады, жоқ, мен істей алмаймын ол жұмысты. Маған андай күзет бар ма? Күзет жақсы көремін. Иә. Неге десе айтады, мен бүйрегім ауырады, мен омыртқам ауырады, мен жарамаймын қара жұмысқа. Сен жап-жас емессің. Сіз басыңызға түспегенін білмейсіз. Неше әңгіме айтады дейді да. Сонда қазақтың 60-70% дейді, қазақтың жігіттері дейді, күзетші болсы келеді дейді, секурити. Ал есікті кім күзетеді? Ит күзетеді. Сонда біздің жаңағыдай қазіргі қазақ неге тұрмысы нашар? Неге? Өйткені тарыдай ақыл жоқ та. Тарыдай ақыл болмағаннан кейін иесі өз-өзін қоршылыққа салып отырды, бірақ ол өзін білмейді қорлықта жүргенін. Неге? Өйткені Алла тағала сені тәшке сүйретсін, есік күзетсін деп жаратпаған ғой. А сіз білесіз бе? Алла тағала адамды не үшін жаратқан? Не үшін жаратқан? Жоқ. Алла тағала адамды өзіме орынбасар болсын деп жаратқан екен. Халифа деген сөз араб тіліне аударғанда орынбасар. Сіз ойлаңыз, мына 18.000 ғаламды дейді, Алла тағала 6 күнде жаратты дейді. Енді маған көмекші болатын орынбасар қылып адамды жараттым дейді. Сондан періштелердің өздеріне айтады, мына адамға сәжде қылыңдар дейді. Неге? Өйткені бұл менің орынбасарым. Енді мен мынау 6 күнде жараттым, енді мен мынау процеске араласпаймын. Енді бұның бәрін адам басқарады дейді. Сонда адам 18.000 ғаламды басқару үшін жаралған ғой. А біз өзімізді басқара алмай жатырмыз. Сондан адамның дәрежесі жоғары болған сондай, бүкіл періштелерге адамға сәжде қылыңдар дейді, Құранда айтады. Енді осы ақылды бұл адамдар неге сорлайды? Неге оның ақылы өспей қалды? Жарайды, өйткені Алла тағала адамды ақылсыз қылып жаратпайды. Ол барлығын не жаратады? Бәріне ақыл береді. Әрине, біреуге тарыдай ақыл береді, біреуге дорбадай, бірақ ақылсыз ешкім жаратпайды. Бірақ ақылдың дейді, Абай айтады, ақыл дейді, ол жибли дейді. Жибли дегеніміз табиғи, бірақ оны өсіру кәсіби дейді. Кәсіба дегеніміз не? Адамның күш қайраты арқылы иждихатымен оны өсіруге болады дейді ақылды. Біреулер айтады дейді, мысалы, ұрысып атсаң, енді Құдай ақыл бермеген, қайтейін енді мен деп. Сонда Абай айтады дейді, Құдай ол біреуге беріп, біреуге бермейтін ала қол саудагер емес дейді. Құдай тағала әділет дейді, ол бәріне ақыл береді дейді. Осы отырған бәрінде ақыл бар. Бірақ біреу оны өсіреді, біреуін өсіре алмайды. Біз мысалы помидор өсіруді білеміз, огород өсіруді білеміз, мал өсіруді білеміз. Бірақ ең басты нәрсені білмей дегеніміз ақылды өсіруді. Енді ақыл қалай өседі? Шәкәрім айтады сонда. Ақыл деген денеге егулі дән. Ақыл деген денеге егулі дән. Суарылса, оған да кіреді жан. Ақылдың өсіп, өніп көркеймегі, көрген, білген нәрседен ғибрат алған дейді. Мысалы, бәріміз бай болуымыз келеді, бәріміз бай болуымыз келеді, дұрыс па? Жалпы байлық дегенге қалай қарайсыздар сіздер? Қалай қарайсыздар? Жақсы көреміз дейді, ой, бісміллә. Іліп жеңіз, жақсы көресіздер байлықты? Біреу айтса, мен байлық жек көремін деп, ол 200 адам негізінен. Байлық деген жаман, біреу айтады, байлық деген жаман, ақша жүргенде шайтан жүреді. Бұл енді дұрыс сөз емес дейді. Байлық жақсы нәрсе. Ол мысалы пышақ. Ол пышақпен мысалы нанды кесуге болады,
пышақпен адам өлтіруге де болмайды. Пышақ кінәлі емес қой оған. Сен кінәлісің. Сен мәдениетің жетпей отыр. Мысалы, сотовый телефонмен мысалы жақсы лекция тыңдауға болады, сотовый телефонмен күні бойы Инстаграмда отыруға болады. Оған сотовый телефон кінәлі емес. Кім кінәлі? Өзің кінәлісің. Сонда ақылды қалай өсіреміз дегенде Шәкәрім айтады, Мәшһүр айтады, Абай айтады, ақыл деген нәрсені өсіру үшін дейді, мысалы қара дейді, бір адам байып кетті дейді. Байып кетті. Малы, басы бірдей өсіп жатыр. Тасы өрге домалап жатыр. Қара дейді, үйрен дейді. Қалай ол байып кетті? Содан ғибрат ал дейді. Енді бір адамның дейді, ісі көтінен кейін кер кетіп жатыр дейді. Рас қой? Оны да үйрен дейді. Неге оның ісі көтінен кейін кер кетіп жатыр? Сонда ақылың өседі дейді. Сондан адам дүниеге адам не үшін келеді? Жақсылық жасау. Не үшін келеді дүниеге? Не үшін келеді? Адам болу үшін. Ұрмаса үшін, иә. Дүниеге адам не үшін келеді? Не үшін келеді? I don't know. Не үшін келеді дүниеге? Алла тағаланың Өмір сүру үшін. өмір сүру үшін Алла тағаланың жаңағы нелерін орындау керек. Енді қараңыздар. Элементарно доктор Ватсон деген айтады ғой, ана қай фильмде айтады? Элементарно доктор Ватсон деген. Шерлок Холмс. Элементарно. Құрметті атыраулықтар, элементарно. Адам дүниеге не үшін келеді? Болу үшін келеді. Өзіміз күнде айтамыз ғой, сен адам болмайсың, сен адам болмайсың. Адам болу үшін келмей ме? Дұрыс па? Адам неге болу үшін келеді? Содан болу деген бар, енді болмай қалған адам не дейді? Болымсыз дейді. Болымсыз, болмайған минусына. Болу деген не? Плюс. Осындай қандай сөз шығады? Болшыл деген сөз бар екен қазақта. Естіпедіңіздер? Болшыл деген сөз естіңіздер ме? Естіңіздер ме, естіген жоқсыздар ма? Қорықпайтыңыздар. Естіген жоқпыз. Біреулер айтады, үйде айтпайын, біреу тупой деп қалады. Иә, айту керек. Білетінді, Конфуцийден сұраған ғой шәкірттері. Жоқ, Конфуций айтып шәкірттеріне. Шәкірттерім білім дегеніміз не деген ғой? Сонда шәкірттері қу екенді, бүйтіп айтады дейді. Бұл туралы ұстаздың өзінің айтқаны дұрыс деп. Сонда Конфуций айтыпты. Білетініңді білім деп есепте, білмейтініңді білім емес деп есепте. Міне білім деген осы деген ғой. Осыдан кейін білімнің негізі не? Білімнің негізі не? Білімнің негізі. Білімнің негізі? Білмеймін. Білу. Білімнің негізі? I don't know. Кітап. Білімнің негізі? Сотворить, орысша. Білімнің негізі? Білу. Жақсы. Мына қазір далада қандай күн? Күндіз бе? Күндіздің негізі не? Күні, түні, күнде. Күндіз болып тұрса, күндіз екен айыра аламыз ба? Сонда не негізі күндіз? Түн. Түн. Бәрі келді. Күннің негізі түн ғой. Түн. Сұлулықтың негізі не? Сұлулықтың негізі. Ой, кешіріңіз. Ұсқынсыздық. Сен ұялатын нәрсе емес қой, ұсқынсыздық. Сонда білімнің негізі не? Білімсіздік бәрі келді. Сондан адам білмейтін нәрсесін білмеймін деп айту керек. Білмеймін. Адамды білем деген сөз құртады екен ғой. Білмеймін. Білмеймін мен. Қазақ айтады, білмеймін деген бір сөз. Білем деген көп сөз. Білмеймін. Жоқ, құтылу емес, шынды айту керек. Білмеймін. Неге өйткені білмеймін десең, білімнің қақпасы ашылады алдыңнан. Сөзсіздер ме? Ал егер білмей тұрып білемін десең, өзің жаусың. Қақпаңды жауып тұрсың ғой. Денсаулықтың негізі не?
Ауру. Аны. Қытайлар айтады, көп жасау үшін көп ауру керек дейді. Ауырмаған адам тез өліп қалады екен. Орыста айтады, кто не пьет, не курит, то здоровенько умрет. Яғни ауырған адам бір ауырып, бір жазылып, бір ауырып, бір жазылып, ақыры өзіне өзі доктор болады екен ғой. Рас па? Қазақ айтады, қисық арба көп жүреді дейді. Сонда мынау білімнің негізі сонда не болды? Білмеу. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан екен, білмеймін деген мақамға әдеттеніңдер. Өйткені білемін деген кезде шайтан қуанады дейді. Неге? Өйткені шайтан адамды білемін деу арқылы түсіреді екен торына. Тәкаппарлықпен, иә. Шайтан неге қуылды? Жұмақтан? Білемін дегеннен сөз бе? Білімне сенді ғой ол. Сонда Абай айтады ғой, жапа жалғыз білімнен бақ шықпайды дейді. Біз білімге сеніп жүрміз ғой. Бұл шайтандық болады екен, білістік сөз бе? Жапа жалғыз білімнен бақ шықпайды, өлшеусіздің симасын бір сезбеген дейді. Сонда адам өзінің білімнің шекарасын білу керек екен. Мынаны мен білемін, мынаны мен білмеймін. Білетініміз қанша, білмейтініміз қанша? Білетінім бір, білмейтінім мың. Дұрыс айтасыз. Білетінің 1-9, білмейтін 99 дейді қазақ айтады. Қазір бір мына енді қызып келе жатырмыз. Сонда қараңыздар. Сонда адам дейді, бұл дүниеге болу үшін келеді екен. Енді кейде өзің боласың, кейде бола алмай қаласың. Сонда мәшһүр айтады. Дейді, боларыңда, мысалы, қазір мүмкіндігіміз бар, күшіміз бар, қайратымыз бар, жастық қуатымыз бар. Боларыңда болып өт дейді. Сөз бе? Қазірге болу керек, сөз. Қазір міне, қазір кезде жастық кезде жіберіп алмау керек. Ертең энергияң кетіп қалғаннан кейін болды, бола алмай қаласың. Жас кезінде тұрмысқа шығу керек. Жас кезінде жасау керек, жасайтынды қазір жасау керек. Сөз бе? Нәпсі айтады ғой. Қайда асығасың? Құдайдың күні көп қой әлі. Неге асығасың? Бірден ұрынып қаласың. Осылай жүре берсейші. Уағыз айтады да. Сонда мәшһүр айтады, боларыңда дейді, боларыңда. Ертең болмай қалуы мүмкін, мысалы. Мысалы, бала туып атсың ба, туа бер. Біреу айтады ғой, планировать еттім мен ертең. 30-да бір бала, 40-та бір бала, 50-де бір бала. Туа алмай қалсаң қайтесің, сен не? Құдаймен не жасап бердің? Келісім шарт? Қазақ айтады ғой, Құдай беріп тұрғанда туа бер дейді. Құдай беріп тұр ғой саған. Ертең мысалы, қаншама әйелдер бар қазір бүйтіп жүрген. Шашын жұлып жүрген әйелдер көп қазір. Неге? Кезінде туып алмағандай қап. Қазақ айтады, жау кеткен соң қылышыңды боққа шап дейді. Ана әйелдер күліп отыр. Туатын кезде туу керек қой. Дұрыс па? Күшім бар, қайратым бар, жастығым бар. Дүние боққа алданбай туу керек. Ал еркек бизнесін жасау керек қазір. Сонда қазақ айтады, боларыңда болып өт, мәшһүрдің сөзі ғой енді. Мәшһүр жеткізіп тұр бізге. Боларыңда болып өт, бозжорғада желіп өт. Жорға желген кезде бүкіл мүмкіндігін ашады ғой. 4 аяқ тең түсіп, міне сол сияқты адам потенциалын қазір пайдалану керек. Ертеңнен емес, қазір. Жастығың бар да, қуатың бар да. Сонда Абай айтады ғой. Жалға жүр дейді. Жат жерге кет, мал тауып кел. Малың болса, сыйламай тұра алмас ел. Қайратының барында дейді. Қаруының барында қайрат қылмай, қаңғып өткен өмірдің бәрі де жел дейді. Қаруының барында қимылдау керек қой қазір. Сонда мәшһүр оны айтады. Боларыңда болып өт, бозжорғадай желіп өт. Болмасын сезген соң дейді. Енді кейде сезеді адам, өзі бола алмайды. Болған ердің дейді, қосын жек дейді. Яғни қасында жүр. Соған қызмет қыл дейді. Енді тағында бір қауіп бар. Біреудің қосын жегіп жүрген адам кейде өмір бойы соның көлеңкесінде қалып қоятын ондай қауіп бар дейді. Сонда айтады, енді адам арқылы болып алдың ба дейді. Енді оның көлеңкесінде қалып қойма дейді. Сонда мәшһүр айтады, боларында болып өт, бозжорғадай желіп өт. Болмасынды сезген соң болған ердің қосын жек, өзім болып алған соң дейді, аударып тастап қайда кетсең онда кет дейді.
Әне қазақи маркетинг. А? Дұрыс па? Иә, жоқ, ананың ығында қалып қойма дейді. Мысалы, жеттің ба деңгейге? Аударып тастап, сонда абай айтады ғой. Егіннің ебін, сауданың тегін. Өйткені егінді егу үшін еп керек, дұрыс па? Сауда жасау үшін сауданың тегін білуің керек. Маркетинг, менеджмент бәрін оқу. Абай соны айтып отыр. Егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп дейді. Оқып мал ізде. Мысалы, біз абай түсінеміз, біреу кеше айтады Атырау университетінде. Сіз бір студент қойдады. Сіз абайды бизнеске айналдырып жүр дейді ғой. Сөйтті мен, иә дедім, мен абайды бизнеске айналдырып жүрмін. Егер мен абайды бизнеске айналдырмасам, онда мен абайдан түк ұқпағаным. Бизнес деген не ол? Бизнес дегеніміз I'm busy ағылшындар. Қолым бос емес деген сөз. Қазақша айтқанда, шидің басын сындырған адам бизнесмен сөз бе? Ол міндетті емес корпорацияның бастығын болу сен. Шидің басын сындырмайды дейді қазақ айтады. Ол не? Бизнесмен емес ол. Бизнес дегеніміз не? Бір нәрсемен айналысу. Сөз бе? Сол бизнес деген. Ал егер абайды оқып бизнеспен айналыспасаң, онда абайдан түк ұқпағаның сен. Өйткені абай айтады ғой. Адам бол, мал тап дейді абай айтады. Яғни малың жоқ болса, біреулер осында сынайды. Сонда мал жоқтар не адам емес па деп. Абай айтып отыр ғой. Адам бол, мал тап дейді. Өйткені малың жоқ болса, ішкен сені ешкім сыйламайды дейді. Адамның қатарында болмайсың. Біреуден жалынасың, жалпаясың, абыройың кетеді, арың кетеді дейді. Қазақта мақал бар ғой. Малың жоқ болса, әкеңде жат дейді. Абай оны быт қып сынайды ғой. Негізі қазақтікі дұрыс. Мысалы, малың жоқ па, әкеңде сыйламайды сені. Немесе абай айтады, мал тапқан ердің жазығы жоқ дейді. Кешегі соғыс жылдарында Бердібек Соқпақбаевтың өлгендер қайтып дейді романында адамдар ашығып атқанда екі барымташы Қытайға барып мал айдап әкеледі ғой. Сөйтіп бүкіл ауылды аман алып қалады. Барымтамен. Ол мал тауып келді, ұрлықпен болса да, бірақ халықты аман алып қалды. Сонда абай айтып отыр. Егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп, оқып мал ізде. Байқайсыздар ма абайдың нелері қандай интенциялары, абайдың қағидалары, осыны әрбір қазақ миына сіңіру керек, түсінесіз бе? Жазып қойыңыздар, үйдің несіне, маңдайшасына шыққан кірген сайын оқисыздар. Бір күн жетпесе ертең жетеді, түсінесіз бе? Өйткені санасыз адамдар бар, 1000 рет оқығанда барып жетеді. Жазып қойыңыздар. Балаңыз көрсін, өзіңіз оқыңыз. Егіннің ебін, бұл 8 аяқты бар, атақты. Егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп, оқып, мал ізде. Әні. Біз бет алды бейдеп айтамыз ғой. Адам бол. Ол қалай адам болады? Айтпаймыз оны. Абай ашық айтып отыр. Егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп, оқып, мал ізде. Адал бол, бай тап. Ол не деген сөз? Жоқ. Адал бол, бай тап деген не деген сөз? Байға адал қызмет қыл, партнері бол деп отыр. Өйткені абай бір өлеңді ашады оған, дейді. Я байларға қызмет қыл, шөтің тура келуге. Өзің бола алмасаң да, ең құрмаса болған адамның қасында жүріп, соған адал қызмет ет. Сол арқылы өсесің, сол арқылы боласың. Дұрыс па? Үйрен деп тұр. Міне сонда абай айтады, адал бол, бай тап дейді. Адам бол, мал тап. Қуансаң, қуан сол кезде. Ал бізде не бай жоқ, не мал жоқ. Кредитке ақша алып тойды ойлаймыз. Атаң басына тойлайсың ба? Соқыр тышқақ лағым жоқ үйде. Неге тойлаймыз? Неге қуанамыз? Ол қуаныш па екен ол? Міне абайдың өсиеті, міне абайдың балы, жаңағыдай эссенциясы сөз бе? Выжимкасы абайдың ілімінің. Егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп, оқып, мал ізде. Адал бол, бай тап, адам бол, мал тап. Қуансаң, қуан сол кезде. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Міне сондықтан біз қандай дін ұстанбайық, қандай тілде сөйлемейік,
қандай салада жүрмейік, қандай әртүрлі адам болғаннан кейін әртүрлі елде жүресіз ғой, қалыпты. Бірақ қазақ деген кезде бәріміз бірігіп кетуіміз керек. Түркияда солай екен. Түркияда христиан түріктер бар, мұсылман түріктер бар. Сөз бе? Бірақ ат аталып әруақ шақырылғанда барлығы бірігіп кетеді екен. Солай тәрбиелеген. Бізде солай ел болу үшін бізде сондай болуымыз керек. Сөз бе? Сен қазіргі кезде әртүрлі ағымдар бар, неше түрлі, сөз бе? Мысалы шоқырып кетіп жатқан қазақтар бар. Бірақ барлығы қазақ деген кезде бәрін ұмытып бірігіп кету керек. Міне сол кезде біз ел болады екенбіз. Сонда адамның дейді ақылын өсіру үшін дейді Абай айтады. Шәкәрім айтады. Адамның жақсылығынан үйрен, жамандығынан жирен. Сонда Абай не дейді? Жақсылық көрсең ғибратлы. Жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Өсесіз қалай? Жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Жамандық көрсең нәфратлы, суытып көңіл тисаңыз. Міне ақылды өсіру жолдарын айтып отыр. Енді сұрақ 5 минут уақыт қалды, 6 минут. Сұрақ жауапқа уақыт қалдырайық. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Мен өзім негізі Атыраудың қызы емес, оңтүстіктен, Жамбыл облысы Меркі ауданынан. Ой, бәрекелді. Жолдасымның жұмысына байланысты осында тұрып жатқанымызға 10 жылдай болып қалды. Өзім қожаның қызымын. Ой, бәрекелді. Сізге қояр сұрағым, көп болды ойланып сізді күтіп жүргеніме. Мына руханиятқа келіп, мен өзім әкемнің бауырлары намаз оқиды, сопылық жолын ұстанады, Абай танушы тоже. Соған сұрағым, мына руханиятқа байланып, бірге қол тапсыру дегенді айтты. Соны мен сізден сұрайын дегенім, бірге қол тапсыру дұрыс па? Оны қалай? Жақсы, енді жақсы сұрақ. Бұл жерде былай, бұл сопылық жол таза күйінде ол пір арқылы ғана болады. Пір деген ұстаз деген сөз ғой. Мысалы қарасаңызшы, сопылық қиын жол дейді. Қиын жол, ұстай болсаң оңай жол дейді. Оны ұстау қиын, негізі өте қиын. Оған Абай айтады, ол сопылық жолға білім керек, қайрат керек, төзім керек. Бұрын болған дейді. Қазір нәдір дейді, сирек. Бұрын шында болған нағыз сопылар. Қожа Ахмет Яссауи. Бірақ енді былай, мысалы машина жүріп үйрену үшін қасыңызда инструктор отырады, дұрыс па? Бүйтіп бас, сол сияқты пір деген сол осы руханияттағы сен жетекшің. Сонда адам егер осы жолға, сопылық жолға түсемін десе, әлбетте соның шарттарын орындауы керек. Қанаттандыңыз ба? Жақсы. Тағы сұрақ. Естіледі. Ассаламалейкум. Мен бір сұрағым бар еді, енді көп. Негізі 2 сұрақ дайындап келгенмін. Атым Айдос болды, Атырау қаласының тұрғынымын. Сәбит Мұқановтың бір сөзі бар дейді. Өзінің жолдасы айтқан. Енді өзі ғылымда да ол жазушы болғасын. Ағаларының алдынан шықпа, ағаларының алдынан шықпа, көрінбей қаласың. Інілерінің алдынан шықпа, көмілмей қаласың деген екен. Менде бір істе жасап жатыр едім, сол ағаларым бар, інілерім бар, бір ортақ бір шешімге келмей істей алмай жүрмін, сол сұрағымды қояйын деп келгенмін осында. Оған қалай ойлайсыз? Жақсы, өте жақсы сұрақ. Мені былай болып отыр ғой. Ағалардың алдына шықпа деген былай. Бұл жерде мына білім мәселесін айтып отырған жоқ бұл жерде. Бұл жерде этика мәселесі айтып отырды. Яғни мынау ағаларыңа құрметсіздік көрсетпе дейді. Яғни Шәкәрім айтады, өсетін болсаң дейді, өс дейді, бірақ алдыңғылардың аяғынан алмай өс дейді. Ол сол тұрда айтып отыр. Екіншісі, інілердің дейді, інілердің бетінен қақпа, белін бу дейді. Сол тұрғысын айтып отыр. Өте жақсы сұрақ. Сонда адам өсетін болса, біреулер мысалы өсетін болса, өскісі келсе, ағаларын құрбандыққа шалып, інілерін құрбандыққа шалу арқылы өседі, ол қате. Сол мағына айтылған. Ал енді ғылымда, білімде аға да жоқ, іні де жоқ. Өйткені өнер ғой ол. Ғылым деген өнер. Ал сіздер білесіздер, күш атасын танымайды. Ғылымда керісінше, қазақ айтады. Ақыл туралы қазақ айтады. Қой асығы демеңіз. Қойдың асығы кішкентай ғана болады ғой. Қой асығы демеңіз, қолайыңа жақса, сақа
Не дейді? Не дейді? Сақа? Қой асығы демеңіз қолға жақса сақа қой. Жасы кіші демеңіз ақылы сақа қой дейді. Атыңыз кім? Бауыржан. Бауыржан дұрыс айтып отыр, бірақ бір әріп қате айтып отыр. Бір әріп қате. Қандай әріп қате? Кім табады қатесін? Жоқ. Былай екен ғой, оригинал былай. Қой асығы демеңіз, қолайыңа жаса сақа қой. Қой емес. Сақа қой десе жай әйтеуір праздный, сақа қой, қыз қой, еркек қой деген сияқты. Ал бұл жерде қой деген сөздің мағынасы не? Қой. Назначение. Бастық қойды. Хат жағып қойды. Яғни сақа деген не? Көптеген мына нелер болды, кенейлер, кішкентай. Соларға сақа деген солардың главари. Дұрыс па? О, сақаны таңдау өте қиын. Қолай деген не? Қолай деген мына алақанның қолдың аясы, қолай. Үйтіп көресіз. Қолайыңа жақ ма, жақпай ма? Оның қорғасын қояды оған. Жосамен бояйды, қынамен бояйды, азабы көп оның. Бірақ ол сақаға байланысты сенің ұтуың, дұрыс па? Сақа деген қолбасшы сияқты. Енді сақа ойнағанды білесіздер ғой, асық ойнаған. Сонда айтады, қой асығы демеңіз дейді. Қолайыңа жақса, сақа қой. Егер ол қолайыңа жағу керек, ең басты сөз бе? Ол кішкентайларына қарама дейді. Жасы кіші демеңіз, ақылы аса, аға қой. Аға деген титул. Барон, граф деген сияқты қазақтағы титул қой ол. Ол брат емес ол. Ол кейін ғой біз браттың мағынасынан. Сөз бе? Сонда оның жасына қарама дейді. Сөз бе сен? Ақылына қара дейді. Сонда Абай не дейді? Бақпен асқан патшадан мимен асқан қара артық дейді. Мимен, ақылмен асып тұр. Бақпен асқан патшадан мимен асқан қара артық, сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық дейді. Ана. Жақсы. Тағы қандай сұрақ? Ассалаумағалейкум, Қален аға. Мен осы Атырау облысынан, Қосар қаласынан келіп тұрмын. Бәрекелді. Менің атым Арман, жалпы кәсіпкерлікпен айналысамын. Өте жақсы. Енді мына қоғамда болып жатқан жалпы мәселелер, мысалы, мына адамзат, енді мына өзім қоғамда, Қазақстанда мысалы, адамдардың рухы неге түсіп кеткен деп ойлайсыз? Дұрыс. Көп жерде айтылады, мысалы, WhatsApp-қа неге кіреді, жазады, бәрі керім, бірақ адамдардың рухы жоқ. Дұрыс. Сол сұраққа жауап берсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Енді қараңыздар. Бұл сұраққа жауап беру үшін рух деген не бірінші? Рух деген қараңыздар. Рухтың өзі 4 аты бар екен. Рухтың 4 аты бар екен. Өзі рух деген өзі не екен ол? Міне қараңыздар. Рух деген ол рух. Бірінші аты рух өзінің, бір. Бір ме? Ол рух. Тең болады. Екінші аты не? Ақыл. Бірақ нәрсе екен өзі. Тең болады не? Нұр. Нұр. Үшінші аты. Рух, ол өзіне, ақыл, өзіне, нұр, өзіне, кәләм. Кәләм. Қазақшасы не кәләмнің? Сөз. Міне. Міне, рух деген осы. Рух деген өзі ақыл, рух деген өзі нұр, рух деген өзі сөз. Сол адамдардың неге рухы түсіп кеткен? Өйткені не жоқ адамдарда? Ақыл жоқ. Ақыл жоқ. Ақыл қайдан келеді? Сөз түсінбегеннен. Сонда қазақтар адамдар екіге бөледі. Адамдар сөзге байланысты, рух көтерілу үшін не істеу керек? Сөзді түсіну керек. Сөзде не бар? Ақыл бар. Сөзде не бар? Нұр бар. Сөзде не бар? Бүгін міне рухтарыңыз көтеріліп отыр. Неге? Өйткені сөз түсініп жатсыздар. Ақылдарыңыз артқан байқап отырсыздар, жүздеріңіз балбұл жанып нұрланып отырсыздар. Ешқандай косметика керек жоқ. Міне сонда көрдіңіздер ме? Сонда адам рухы көтерілу үшін не? Сөз түсіну керек. Сөзде ақыл бар. Мысалы, Абайды оқыған кезде байқайсыздар, рухтарыңыз күшейеді. Батырлар жырын тыңдаған кезде рухтанып, қылышыңызды алып жау қайда деп
еліріп шыға келесіз. Неге? Өйткені ол батырлар жырында не бар? Рух бар. Дұрыс па? Міне. Сондан адамдарға, мына қараңыздар, адамдар сөз түсінуге байланысты екіге бөлінеді. Сөз түсінетін адамды қазақ не дейді? Адам дейді. Сөз түсінбейтінді мал дейді. Міне. Сонда мал мен адамның айырмашылығы дейді, мәшһүр айтады, ол сөзін түсінуде дейді. Сөз. Сөз түсінсеңіз, рухыңыз көтеріледі. Міне біздің рухани жаңғыру деген не? Қазақтың сөзін түсіну. Өйткені қазақтың сөзінде ақыл да бар, нұр да бар, рух та бар. Тағы сұрақ? Ассалаумағалейкум. Барсам. Омарға сіз көп айтасыз, жаңағы 50 жыл отар болдық, 3 жыл отар болдық деп. Рас. Енді осы жеке тұлға ретінде, осы адам ретінде өзіміз қалай отарсызданамыз, қалай құлсызданамыз? Жақсы. Құлдық сана әбден жатып қалған. Енді ол былай, дұрыс айтасыздар. Мына отарлық деген нәрсе бол. Отарлықтың колонизация. Отарлық деген құлдық. Құлдық, иә? Ол құлдық қой кәдімгідей. Неге мысалы қазақ өз тілін сөйлемейді? Неге өз-өзін менсінбейді? Неге қазақ бір-біріне суық? Неге қазақ мысалы өзінің еліне, жеріне, өзінің қызына, ұлына ие бола алмай жатыр? Неге мысалы ұлына, қызына сөз өтпейді? Иә? Осының бәрі негізінен құлдықтың нелер екен ғой, құлдықтың салдарлары. Біз оның салдарларымен күресіп жатырмыз. Қазақ айтады әгі, қисық ағаштың дейді, қисық ағаштың көлеңкесін түзетем деп әуреуіма дейді. Ағаштың өзін түзет дейді, сөз бе? Біз қисық ағаштың көлеңкесін түзетемен әуреуіп отырмыз да. Ағаш неге қисайып кетті деген кезде түзеу ағаш ол құлдық. Ол кешегі колонизация. Енді одан жазылу үшін не істеу керек дегенде бірінші мойындау керек өзінің құл болғанды. Болды. Біз соны мойындамай отырмыз. Біз құл емеспіз. Қазақ мысалы, неге қазақ бір-біріне ренжиді, неге сынды көтермейді? Өйткені қазақ айтады, құлға құл десең өлгісі келеді дейді. Амалы бірінші негізі өзінің санаңда сенің не болу керек, трансформация болу керек. Ол үшін сен өзінің бұрынғы еркін қазақтың мәдениетімен жалғасуың керек бар. Бұрын құл болмаған қазақты игеру керек. Мысалы Абайды, Шәкәрімді, Мәшһүрді, Махамбетті, батырлар жырын меңгерсеңіз, сіздің өзіңіздің жеке басыңызда деколонизация жүре бастайды, сөз бе? Және өзіңді әлемдегі ең мықты халық қазақ деп санамайынша құлсың сен, сөз бе? Өйткені Достоевский айтады ғой, қандай да бір халық дейді, әлемдегі өзінің ең мықты халық санамайынша әлемдік мәдениетке үлес қоса алмайды дейді. Достоевский айтады. Народный почвенник. Сондықтан ал енді үлкен мағынасында бұны біздің мемлекет жасау керек. Мемлекет мойындау керек та біздің құл болғанымызды. Бірақ мемлекет мойындамай отыр. Мойындамай отыр. Енді мемлекет мойындамай отырғанда біз өзіміз халық ретінде, ел ретінде мемлекетті осыған көндіруіміз керек. Өйткені бұл ауру ғой. Ал ауруын жасырған өледі дейді. Жасырған өледі дейді. Содан Қытайлар айтады, өзінің ауру екенін білген адам енді ауру емес дейді. Яғни аурудан жазылу үшін бірінші оны не істеу керек? Мойындау керек. Біз мойындамай отырмыз. Қорқамыз. Иә, өйткені біз Ресей империясының, кейіннен Совет империясының құлы болдық қой. Енді сол орыстан қорқып отырмыз. Мойындамаймыз. Жоқ, керісінше өзінің ауруын білмеген, жасырған адам күлкілі. Неге? Өйткені қазақ айтады ғой, ауруын жасырғанның түбі дейді, өлім әшкере қылады дейді. Сөз бе? Ауруын жасырған өледі дейді. Әлбетте күлкілі болып отырмыз. Ол үшін мойындауымыз керек, қорықпауымыз керек. Өйткені ол біз ғана емес, бұл процесте өткен. Кешегі француздың отары болған Алжирлер мойындаған өзінің құл болған. Англияның отары болған Индия мойындады өзінің құл болған. Деколонизация процесс жүргізді. Арабтар мойындады өзінің құл болған. Украина мойындады өзінің құл болған. Біз ғана? Жоқ, біз құл болған жоқпыз. Бізде бәрі окей. Неге мысалы енше қазақтың рухы төмен түсіп кеткен? Неге қазақ өз елінде жүріп орысша сөйлейді? Неге қазақ бір-біріне бауырмал емес? Неге қазақтың есі кірмей отыр? Оның бәрі 150 жыл жүргізілген дәйекті отарлау саясатының жемістері ғой, жігіттер. Міне, соны біз үкімет
тіпті зиялы қауым, мен арнайы бұл нені зерттегем, тағы сонда айтады ғой, ол билік оны өз істемейді дейді, өйткені ол билікке ол тыныштық керек. Бірақ зиялы қауым зеге салып отырып, билікті осыған көндіру керек дейді. Неге? Ел болу үшін. Өйткені президент елбасы Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы, ол кісіге болған жаңағыдай жақсылығын айтты дейді, Түркияға барғанда осыны айтты ғой, біз Ресей империясының отары болдық деді. Бірақ осы жерді айту керек енді. Осы қазақ жерінде соны біз сен бәрі жасырғанмен ол болмайды. Неге? Өйткені мына біздегі рухани кеселдердің барлығы сол ауруымыз жасырғаннан болып отқан нәрселер ғой. Мен сіздерге айтайын, Мұса пайғамбар еврейлерді, яһудилерді перғауынның құлдығынан құтқарады ғой. Сонда 40 жыл бойы шөл даладан алып өткен екен. Шөл даладан. Ешкіммен араластырмаған. Соны сұрапты, я Мұса ғалейхиссалам, сіз неге бүйттіңіз дегенде, сонда Мұса айтты, бұлар құл болған халық. Құл болған халық ел бола алмайды. Бұлардың бойында құлдығы кетсін деп, мен оларды 40 жыл шөл даладан алып өттім деген екен. Біз қазір ел бола алмай, неге ел бола алмай отырмыз? Толыққанды. Өйткені әрбіреуіміздің бойымызда құл отыр, сөзсіз бе? Жалтақ, қорқақ, өз-өзін сыйламайтын, құлдығымыз жаңағы еттен өтіп сүйекке жеткен. Оны шығару үшін сіз білесіз бе, қанша еңбек ету керек? Өйткені ол батпандап кірген ауру ғой ол. Ол мысқалдап шығады дейді. Оны қалай шығарады дегенде, қалай біз дәйекті түрде отарылады, енді біз сол дәйекті түрде отарсыздануымыз керек. Орыстар өзі айтады ғой, клин выбивается клином дейді, сөзсіз бе? Сынаны сына қағып шығарады. Басқа жол жоқ бізде. Мойындап, ресми түрде, бағдарламасын жасап, сосын оған қаржы бөлу керек. Адамдардың санасын азат етуіміз керек. Жер атаулары қайтарылу керек. Сонда ғана біз ел боламыз. Так, тағы сұрақ. Аса қадірлі Омар ұстаз, Алланың нұр жаусын. Бүгін Алланың қалауымен біздерге сіздің себебіңізбен қайырлы күн болып отыр. Қатты ризамыз. Енді мен номер 15-ші Абай атындағы орта мектептің осы қаладағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімін. Ой, бәрекелді. Бүгін ең олжалы сізсіз. Рахмет. Аты жөнім Саманты Жанатайқызы. Осы 11 жылдық еңбек өтілім бар. Барлығымыз алаңдататын мәселе Қазақстан Республикасындағы білім беру мәселесі. Бейжай қайрай алмаймыз, жанымыз ашиды. Өйткені ұрпақ, бүгінгі жастар, ертеңгі еліміздің болашағы. Шынымен ел басында, ел азаматтарының ішінде рухани құндылықтарды жан дүниесімен түсініп, осыны ұлықтайтын азаматтардың отырмағаны ма, әлде сіз айтқан жаңағы бүкіл рухани азықтың барлығын бере алатын, ой тастайтын бір азамат болмай отырма деп жаңағы кейде қатты толқып кетем. Өйткені оқулықтарда жүйеде бір жүйеге түспеген, шынымен жаны ашыған бір адам болса, оны көтеру керек. Сіз білім министрі болсаңыз, ертең сізді министр қалып сайлап жатыр. Ең бірінші неден бастар едіңіз? Ой, жақсы сұрақ құдай. Негізінен өте жақсы сұрақ. Мен өзім ылғи айтып жүрмін. Жалпы мынау әр ұлттың өзінің білім беру жүйесі болады. Келісесіздер ме? Мысалы, КТЛ дегеніміз ол түріктердің білім беру жүйесі. НИШ дегеніміз ағылшын саксон білім жүйесі. Біздің қазір оқып жүргеніміз, мектептеріміз советтік қой ертпақ. Мектепте қазақша, класста, сыныпта қазақша, дәлізде орысша. Енді мен өзім ойлаймын, біз қазір ұлттық білім беру жүйесін жасауымыз керек. Ұлттық білім беру жүйесі. Ұлттық білім беру жүйесінде білім бірінші орында тұрмау керек. Ұлттық білім беру жүйесінде мінез бірінші орында тұру керек. Өйткені Әлихан айтты ғой,
ұлтты сүю білімнен емес дейді, мінезден дейді. Ол үшін жаңағы біз айтқан хәл білімі бар ғой. Бізде ол оқымау деген сөз емес екен, білім керек емес деген. Білім екі түрлі болады дедік қой. Пайдалы білім, пайдасыз білім. Пайдасыз білім бастағы білім, бойыңа сіңбейтін. Пайдалы білім жүрекке сіңген білім. Сол пайдалы білім беру арқылы адамдардың мінезін өзгертуге болады. Сонда біздің қазақта тәрбие мен білім ажырағысыз, екеуі бір-ақ нәрсе. Ол батыста педагогика мен ғылымды ажыратады. Міне сонда осы ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып, яғни басты мұрат білім емес, мінез түзету болу керек. Білімді мен кітаптан да аламын, Гуглдан да аламын, білім алатын жер көп қой. Бірақ мінез қиын да. Міне осындай қағидаларға негіздеп, ұлттық білім беру жүйесін жасайтын уақыт келді негізінен. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Ассалаумағалейкум, Омар аға. Сіздің мынау ақыл деген кешіңізге рухани байлық алып отырып. Бірақ мынау менің бір мәселе, мені ойландыратын мәселе. Мынау айтып жатсыз ғой, 70 жыл орыстың отаршыл саясатында болдық деп. Иә. Бірақ қазіргі таңда біздің жеріміз, байлығымыз, мысалы, шет мемлекеттерге игеріп кетіп жатыр да. Американың бар, Филиппинің бар, Үндістің бар. Иә, рас. Өзіміздің байлығымызды өзіміз игере алмай жатырық та. Рас. Қазақ елі болашақта 50 жылға, 49 жылға Қарашығанақты беріп жатыр, Атыраудың байлығын беріп жатыр. Рас. Ал мысалы, үкімет, мысалы, Назарбаев 7 жылға отырады, 7 жылға жылда сайланады да, жақсы. Иә. Ал ол алады да 49 жылға, 50 жылға беріп жібереді. Иә. Ал мысалы, ол 49 жылдан кейін Назарбаев кеткеннен кейін елдің, жердің тағдыры не болады? Ал одан кейін Тоқаев келді да, мысалы, Қытайға беріп жатыр. Бәленбай мемлекетке беріп жатыр да байлықты. Ал бұрынғыдан да біз қазақ елі шет мемлекетке тәуелді болып кеткен жоқпыз ба? Дұрыс. Құрдымға кетіп бара жатқан жоқ па? Сол мені алаңдатады. Жақсы. Біздің өміріміз өте, бірақ келешек ұрпаққа не қалдырамыз? Дұрыс, өте жақсы. Сол мені ойлантады. Иә. Бұл енді мынау уайым дейді ғой. Бұл кісі уайымдап отырды. Дұрыс қой. Абай айтады, уайым дейді. Ер қорғаны дейді, есі барлық дейді. Ердің қорғаны уайым екен негізінен. Уайымдап отыр, дұрыс. Енді қашан бұл мәселені шешеміз дегенде қазақ айтады. Ес жиып, етегімізді жабайық дейді да. Қазақтың етегі ашық тұр қазір. Түсіз бе? Неге? Өйткені есімізді жия алмай отырмыз. Есімізді жиған кезде өз елімізге, өз жеріміз сондаған ие бола аламыз. Кеш болып қалмас үшін қазірден бастап харекет ету керек. Не істеу керек деген кезде айттым сіздерге. Ол үшін ерлерді тәрбиелеп шығару керек, ерлерді. Түсінесіз бе? Еркектерді емес, ерлерді. Малым жаным садағасы, жаным арым садағасы дейтін ерлер келмейінше билік басына. Ерлер керек бізге қазір. Сол кезде ғана біз еліміз, жерімізге ие бола аламыз. Ал енді уақыт осымен тәмам. Иә, енді бүгін сіздердің алдарыңызға біз 2 кітап әкеп отырмыз. Алған шығарсыздар біраздар, иә? Мынау жақсы дейді міне. Бұл жақсы элита. Яғни қалай жақсы әйел болуға болады? Жақсы қыз, жақсы ұл, жақсы отағасы. Жалпы жақсы элитный адам тәрбиелеу туралы. Екіншісі мынау харекет. Бұл харекет Алла тағала не дейді? Әл-харакатул баракат дейді. Біз мысалы біреуден күтеміз. Әкем береді, шешем береді, Құдай береді. Құдайдың өзі айтып отыр. Ей пендем, сен харекет етпей, саған дәнеме жоқ дейді. Сол туралы бұл. Харекет. Яғни қазір бізге харекет керек. Сонда харекет деген не дегенде, Абай айтады ғой. Харекет деген дейді ол. Егер сен өзіңнің бас пайдаң үшін өмір сүрсең, ол әрекет, ол харекет емес. Харекет деген біреуге пайдамды тигізейін деп еңбек ет дейді. Біреуге пайдамды тигізейін деп бизнеспен айналыс. Біреуге пайдамды тигізейін деп ғылыммен айналыс. Сонда Құдайдың сүйікті құлы боласың дейді. Міне сол Құдайдың сүйікті құлы болу үшін харекет етуді үйрететін мынау қазақ тіліндегі сондай бір кітап